Сәлеметсіздер ме балалар? Әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы ата-баба мұрасын құрметтейміз. Сабақ мақсаты түрлі шығармашылық жұмыстар орындаймын. Бірлесіп орында. Бірінші тапсырма кестемен жұмыс. Топ түрлері. Бірінші топ ұлттық саз аспаптарын түсіндіруші топ. Жұмыс түрі суретпен немесе қимыл қозғалыспен бейнелеңдер. Топ түрлері. Екіншісі зергерлік бұйым жасаушы топ. Жұмыс түрі топтастыру сызбасын жазу арқылы түсіндіріңдер. Үшінші топ халық ән орындаушылар мен күйшілер тобы. Жұмыс түрі бірігіп бір-екі шумақ ән шырқаңдар. Төртінші топ шежірешілер тобы. Сызба арқылы түсіндіріп мысал мен дәлелдеңдер балалар. Балалар, бүгін сіздермен Ермек Өтетілеуұлының өлеңмен танысамыз. Ермек Өтетілеуұлы ақын, аудармашы, бұрынғы Ақмола қаласында дүниеге келген. Балалардың сүйікті ақыны. Өз өлеңдерінде балаларға жазамын жырдың түрлі нұсқасын, қабыл алмай жаманын, тек тәуірін ұстансын. Түсініп оқы, біз қазақ баласы. Бабалар мұрасы, аталар мирасы, бар байтақ даласы, біз қазақ баласы. Дәстүрді сақтаған, жеті ата бабасын жадына жаттаған, біз қазақ баласы. Қобызын күңіренткен, қолында күй шерткен, домбыра сырласы, біз қазақ баласы. Асаумен алысқан, жүйрікпен жарысқан, білген ат бағасын, біз қазақ баласы. Халықтық салт нұсқа, сөз сайыс айтысқа, бар ынта таласы, біз қазақ баласы. Оқуда, өнерде, үздікте, шеберде, ұрпақтар жалғасы, біз қазақ баласы. Мирас атадан әкеге, әкеден балаға қалатын мұра. Білген ат бағасын, жылқы малын жақсы көрген деген мағынада. Үшінші тапсырма. Өлең кейіпкері өз ұлтының қандай мұрасын мақтан еткен? Өлең кейіпкері өз ұлтының қазақ баласын, аталар мирасын, жеті ата бабасын, сайысын мұра етіп мақтан тұтқан. Төртінші тапсырма. Өлеңде аталар мирасы туралы не айтылған? Байтақ даласын, жеті атасын жадына сақтағаны, қобызын күңіренткен, күй шерткен, домбыра тартқан, сөз сайысын, оқуын, өнерін қалдырған. Білгенге маржан. Айтыс, ауыз әдебиетінде ежелден қалыптасқан поэзиялық жанр. Топ алдында қолма-қол суырып салып айтылатын сөз сайыс, жыр жарысы. Айтыс ақынның талантын шыңдайтын үлкен өнер жарысы. Алтыншы тапсырма. Үлгіге қарап өлеңнің таңдаған екі шумағының мазмұнын қысқаша жаз. Үлгі. Дәстүрді сақтаған, жеті ата бабасын жадына жаттаған, біз қазақ баласы. Шумақ мазмұны бұл жерде қазақ өзінің ұлттық салт дәстүрін, жеті ата бабасын жадына жаттағаны, бізге өшпес мұра болып қалғаны айтылып тұр. Жетінші тапсырма. Қазақтың жақсы дәстүрін сақтап, жалғастыру үшін не істер едің? Салт дәстүр әр ұлттың, халықтың діні мен сеніміне, тұрмыс тіршілігіне, ұлттық құрылым ерекшелігіне сәйкес ғасырлар бойы жинақталып, өмірдің өзі туғызған ғұрыптардың жиынтығы. Қазақтың дәстүрін сақтау үшін сол дәстүрлерді қолданып тұру керек. Өлеңнің өзіңе ұнаған шумақтарын жаттап алыңдар балалар. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.